үлкен бір 4 сіздер жаттап алатын нәрсе айтқым келеді. Bir ғалым айтады, көркем мінезге жеткен, ақырет имамдарынан сабақ алып, сондай дәрежеге жеткен адамдардың 4 қасиеті болады дейді. Ұлы жақсылардың 4 қасиеті бар. Сол жақсылыққа жеткізетін қасиет ол. Біріншісі, қарынды бос ұстау. Қарныңыз сәл ашыңқырап жүргені дұрыс екен. Қазір ішкеніңіз алдыңызда, ішпегеніңіз артыңызда. Кейде кейбір тамақты жегін келмейді. Кейде кейбір тамақты көргін келмейді. Кейде ананың тұзы бар, мынаның өзі тәтті, ананың өзі ащы дейміз. Кейде бір тамақтың үстіне тағы да тығып, үстіне тағы тамақ жегін келеді. Біліңіз, қарны тоқтық, қайғысы жоқтық аздырар адам баласын деп Абай айтқан. Қарны тоқтық дегенде, тоқ қарынның үстіне жеген тамақты айтып жатыр Абай. Өйткені шариғатымызда қарныңыз тойғаннан кейін оның үстіне жесеңіз тамақты макрух болады. Бірақ досыңыздың үйінде макрух болмайды деп айтады ғалымдар. Өйткені досыңыздың үйіне барғанда сол берген тамағы қалмасын дейді, сауап алу үшін сол кісі. Бізде керісінше ғой, біреулер қонақ қылса, жемейтін тамақ қояды алдына. Өмірі шағылмайтын жаңғақ қояды, оны балғамен шақсаң балғын сынып қалады. Немесе жеуге болмайтын ортаға бір ыдысқа алма салып қояды, оны жеуге болмайды. Жесеңіз бұзып қоясыз. Бұл дұрыс емес түсініктер. Қонаққа не қойылса және қонақ қанша тамақ жесе, сіздің үйіңізге сонша берекет кіреді. Сіз сонша сауап аласыз. Және сіз де досыңыздың үйіне барсаңыз, сол жердегі тамақты жеп кетуге әрекет жасаңыз бәрін. Жеген сайын сол досыңызға сауап сыйлайсыз. Қалтаңызға салып кет емес, жеп кетуге. Біріншісі сол қарынды бос ұстаған дұрысырақ болады.